Жабайы жануарлардың қысқы тіршілігі. Бүгін біз жабайы жануарлардың қысқы тіршілігімен танысамыз. Қасқыр. Қасқыр қыста үйірімен бірге аң аулап қоректенеді. Қалың жүні оны суықтан қорғайды. Аю. Аю қыс бойы інінде ұйықтайды. Бұл қысқы ұйқы деп аталады. Қоян. Қыста қоян ақ түске енеді. Бұл оның қардың арасында көзге түспей, жыртқыштардан жасырынуға көмектеседі. Қорек іздейді. Қоян ағаш түбінде қабықтардан, бұталардан, жас өрнектерінен және қыста қалған шөптерді жейді. Түлкі. Қыста түлкінің жүні қалыңдайды. Қалың жүні мен май қабықтары оны аяздан қорғайды. Түсі қыста ашық болады. Қоректенеді түлкі. Тышқандар мен құстарды, қоянды аулап жейді. Кірпі. Кірпі де қысқы ұйқыға жатады. Қиын. Қыста ұйықтамайды. Ол суықтан қорғану үшін тонын ауыстырады. Сұрғылт қалың жүнмен қапталады. Ағаш басындағы ұясында немесе қуыстарда тығылады.